圆桌对话，有没有什么感受？ Енді ерекше әсер алдым, неге десеңіз, мына жасанды интеллект деген өзім кішкене техникаға, ғылымға кішкене қызығатыным бар. Жасанды интеллект енді болашақ әрине қазір болжап айту қиын, бірақ дегенмен де мына жасанды интеллектті дүниеге әкелген адамдар осы жоба жүзеге асу процесі және де жұмыс жасап кеткен күннің өзінде де соның бәрін қатаң бақылауда ұстау керек деп ойлаймын. Неге десеңіз, ол қазіргі күнде болашақ бұлыңғыр болып көрініп, жақсы жағынан халыққа тек қана әсерін тигізеді деп болжам жасағанмен, іс жүзінде ол басқаша болып қалуы мүмкін, өйткені оны адам жасады. Сол себептен оны барынша мемлекеттік тұрғыда үлкен қатаң бақылауда ұстап отыру керек деп ойлаймын. 你有没有在自己的这个生活当中或者音乐创作当中用到人工智能的技术？ ән жасаған кезде болған жоқ. Оны жасанды интеллект деп айтуға келе ме екен, келмей ме екен? Мына ән өрлейтін неше түрлі бағдарламалар бар ғой компьютерде. Оны санамасақ, әрине қолданған жоқпыз әлі. Бірақ болашақта көру керек оны. 你觉得人工智能会不会给你的音乐创作带来一些不一样的灵感？ шығармашылдық тұрғысынан әрине жұмысты біраз жеңілдетуі мүмкін. Әнді жазу барысында, әнді әрлеу барысында біраз қиындықтардың алдын алуы мүмкін. Бірақ дегенмен әншінің жаңағыда бір форумда тамаша сұрақ қойылды. Әншінің орнын ауыстыра ала ма деген. Ол әншінің техникалық мүмкіндіктерін қайталауы мүмкін. Оны тірі адамнан гөрі жаңағы компьютер одан әрмен кереметтей қылып, еш қатесіз қылып орындап беруі мүмкін. Бірақ дегенмен жүрек жоқ жерде, жан жоқ жерде ол дейтін тірі адамнан шығып тұрған туынды емес. Сол себептен ол көрермендердің жүрегіне жетуі екіталай деп білемін. Сонымен қатар мына болашақта осындай бағдарламалар әншілерден бөлек мына халыққа біраз кішігірім қиындық туғызуы мүмкін. Өйткені бүкіл әлемдік маркеттің бәрін қазіргі таңда әншілермен бөлек жаңағы басқа мамандықта жүрген адамдар да қазір тез ғана сапасы онша болмаса да әнді өрлеп интернет желісіне салып жүктеп сөйтіп тіршілік жасап жатыр ғой. Бірақ ертең жасанды интеллект осы маркетті тағы да өзінің туындыларымен толықтыратын болса, халықты біраз әбігерге салады. Қай жерде тірі адам айтқан ән, қай жерде тірі адам айтпаған ән деген таңдау тұратын болады деп ойлаймын. Сол жағынан біраз халыққа қиын болып қалуы мүмкін.